Сәлематсыңдар ма балалар? Бізде қазір жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жердегі тіршілікке ғарыштың әсері. Сабақтың мақсаты жекелеген ғарыш денелерін сипаттау. Жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау. Тірек сөздер: судың көтерілуі, судың қайтуы. Бұл сабақтан сендердің білетіндеріңіз күн мен айдың жерге қалай әсер ететінін, жер ғарыштың жағымсыз әсерінен қалай қорғанатынын, судың көтерілуі мен қайтуы туралы мағлұмат аласыңдар. Жедел жауап: суреттен қандай ғарыш денелерін көріп тұрсың? Күн дегеніміз не? Және жер дегеніміз не? Осы сұраққа жауап дайындай қойыңдар. Дайынсыңдар ма балалар? Яғни мына суретте күн және жерді көріп тұрмыз. Барлық ғарыш денелері бір-біріне әсер етеді. Күн жұлдыз болғандықтан өзінен жарық шығарады. Ол жер мен айға жарық түсіреді. Жер ғаламшар. Ғаламшарлар күн сәулесін өзінен шағылдырады. Ай да, жер де күн сәулесін өзінен шағылдырады сонда. Жер мен ай үнемі қозғалып жүреді. Бірақ қозғалыстары әртүрлі болады. Жер күнді айнала өз орбитасымен қозғалады, ал ай жерді айнала қозғалады. Жердегі тіршілікке ғарыштан келетін қауіп өте көп. Бұл қауіптен жерді атмосфера қорғайды. Сондықтан жердің озон қабатын сақтау өте маңызды. Байқоңыр космодромы біздің Қазақстанда орналасқанын білесіңдер. Қазіргі таңда Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан аймақтың басты экологиялық мәселесі Арал теңізі деңгейінің төмендеуі және жердің тұзданып құрғақшылыққа айналуы. Яғни Арал теңізі күннен күнге құрғап бара жатыр, айналасындағы жер тұзданып, ол халықтың, айналасындағы елдердің денсаулығына кері әсерін тигізуде. Сондықтан ғарыш айлағының жұмысы қоршаған ортаға едәуір кері әсерін тигізіп отыр бүгінгі таңда. Яғни ғарыш айлағы әсіресе ауыз су қатты уланып жатыр. Оның айналасындағы халықтың денсаулығы күннен күнге төмендеп келе жатыр. Міне сондықтан бұл өте ойланарлық жағдай болып отыр қазіргі таңда. Енді мұхит пен теңіз жағасының тұрғындарына судың көтерілуі мен судың қайтуы бұл таныс. Бұл ай мен жер арасындағы тартылыс күшіне байланысты болады екен. Жердің айға қараған жағындағы ірі су қоймалары су айға тартылып көтеріледі екен. Ал керісінше қарсы жағындағы су деңгейі төмендейді. Яғни мынау судың көтерілуі болса, ал мынау судың қайтуы. Яғни жер мен айдың қозғалуына қарай судың көтерілуі мен қайтуының орны үнемі ауысып отырады. Мұхит жағалауында сонда су тәулігіне 2 рет көтеріліп қайтадан түседі екен. Және бір қызық жағдай, күн, ай және жер бір сызықтың бойына келгенде, яғни жаңа ай туғанда су деңгейі ерекше қатты көтерілетінін байқап жүрміз қазір.
Бұны ғалымдар зерттеп дәлелдеді. Енді сонымен айдың тартылыс күшінен мұхит пен теңіз суының тартылу құбылысы судың қайтуы деп аталады. Яғни мына суретте, ол үстіңгі суретте көрсетілген. Ал айдың тартылыс күшінен мұхит пен теңіз суының молаю құбылысы судың көтерілуі деп аталады. Бұны мына суреттен көре аламыз. Сонымен балалар, түсіндіңіздер ме? Айдың тартылыс күшінен мұхит көтеріледі, теңіз көтеріледі екен. Ал керісінше, екінші қарсы бетінде су төмендейді. Бұны толысу және қайту кезеңі деп атайды екен. Сонымен балалар, түсіндіңіздер ме? Түсінсеңіздер, енді үйге тапсырма. Оқулықтың 60-65 беттерін оқисыңдар. Одан кейін ай туралы не білесің? Ай жерге қалай әсер етеді деп ойлайсың? Ай және жер бір сызықтың бойына келгенде қандай құбылыс болады? Міне осы сұрақтарға жауап дайындайсыңдар. Және оқулықты оқып түсінгендеріңді айтуға дайындаласыңдар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.